Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтқан: "Мен халафа би гайрилла фақад ашрак." Кимде-ким Аллах Тағаладан башқасы менен ант итсе, антаса, қасам итсе, шындығында Аллахқа шерик қосыптыр. Әлбетте, бұл хадиске лайық біз Аллахтың исмы менен ғана антоуыз керек, қасам ичуіз керек. Аллах Тағаладан башқа бір нәрселер менен анто, қасам ичу бұл ширк болып саналады. Кейбір адамдар бычақ менен, нан менен, атасының қабыры менен, же аруағы менен, же қараңғы түн менен, же дасторқон менен, нашыл сияқты махлуқ, нашыл сияқты нәрселер менен ант ішеді, қасам ішеді. Әлбетте, бұл ширк болып саналады. Шындығында пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде: "Сілер ата бабаңар менен антауағыла қасам ішпегіле, егер қасам ішсеңер, Аллахтың исмы менен ғана қасам ішкіле, же болбосо мұншықпағыла" деп айтқан. Ибн Масуд радиаллаху анху айтқан екен: Аллахтың исмы менен жалғандан анто, жалғандан қасам ішу мен үшін Аллах Тағаладан башқасы менен қасам ичуге қарағанда жеңілірек деп айтқан екен. Анткени Аллахтың исмы менен жалғандан анто, жалғандан қасам ичу бұл чоң күнә болып саналады. Ал эми Аллах Тағаладан башқасы менен анто бұл ең кечирилигис, ең күнөлөрдүн ең чоңу болгон, кечирилигис күнөө болгон ширк болып саналады. Мына ошондуктан антаган кезде, қасам ичкен кезде bir ғана Аллахтың исмы менен ғана "Валлахи" деп қасам ичүүбүз керек экен. Аллаху а'лам.